Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін SAT сабағын тағы да жалғастырамыз. Мен берілген документтің PDF форматын төменге ссылкаға саламын. Содан скачать етіп алсаңыздар болады. Мен соның ішінен кейбір есептерді таңдап алдым шығаруға. Ал жалпы есептер көбі ауызша, сосын жеңілдеу. Енді мынандай есеп қарайық. Берілген теңдеулер жүйесін шешіп, x-ті мәнін табу керек. Мына бізде жүйе. Минус 3x, минус 4y. Значит, x-терін қараймыз. Мұнда минус 3, мұнда x. Мұнда 4, мұнда 10. Значит, екінші теңдеуді 3-ке көбейтіп жіберген бізге тиімді болады. 3-ке. Бірінші теңдеу өзгеріссіз қалады. Минус 3x, минус 4y тең 20-ға. Екіншісін 3-ке көбейтіп жіберіп жатырмыз. 3x, минус 30y тең 48-ге. Минус 3x плюс 3x. Значит, қосып жіберсем 0 болып кетеді, ja? Сонда минус 4y-ге қосамын минус 30y-ді. Минус 34y. Тең болады. 20-ға қосам 48, 68. Осыдан y-ден минус 2 деген шығады. Бізге табу керек x-тің мәнін. Значит, x-тің мәнін табу үшін кез келген біреуіне қоямыз. Или бірінші теңдеуге, или екінші теңдеуге. Бізге екінші теңдеуге қойған тиімді, да? Сонда x минус 10 көбейтілген минус 2 тең 16-ға. Осыдан x тең болады. Менде де плюс 20 шығады. Значит, 16-дан азайтамын 20-ны. Минус 4-ке. Демек, x тең минус 4. Келесі есепте. Берілген өрнекте a-ның мәнін табу керек, ja? Значит, жақшаны ашып көбейтеміз. Яғни біз қолданамыз a көбейтілген b-ның n дәрежесі болса, онда ол бізде a-ның n дәрежесі көбейтілген b-ның n дәрежесі деген, ja? Бүтін көрсеткіш дәреженің қасиеті бойынша. Демек, ашамыз. X квадрат көбейтілген 2-ден 1. Көбейтем y-тің кубы көбейтілген 2-ден 1, да? A-ның орнында x квадрат тұр, b-ның орнында y-тің кубы тұр. N-ның орнында 2-ден 1 тұр. Көбейтеміз. Келесі x-тің 2 көбейтілген 3-ден 1 дәрежесі көбейтілеміз y-тің 3 көбейтілген 3-ден 1 дәрежесі. Тең болады x-тің a бөлінген 3 дәрежесі көбейтілген y-тің a бөлінген 2 дәрежесі. Так, бізде мына жерде 2 мен 2 қысқарып кетеді. 3 пен 3 қысқарып кетеді. Арғата жазамыз. X-тің мұнда 1 дәреже қалды, мұнда 3-тен 2 қоя. Значит, біз менде тағы да екінші формула қолданамыз. Мына бізде бірінші формула болса, екінші формула бізде a-ның n дәрежесі көбейтілген a-ның m дәрежесі болса, яғни негіздері бірдей болса, көбейткен кезде дәреже көрсеткіштері қосылады деген қасиет қолданамыз, да? Бұл екінші формула деп қойық. Демек, сол бойынша жазамыз. Мұнда 1 қалды. Қосамын 3-тен 2. Көбейтемін y-тің 2-ден 3 дәрежесі. Қосамын. Мұнда 1 қалды. Тең болады. Есептейік. X-тің 1-ге 3-тен 2-ні қосам 3-тен 5. Көбейтем y-тің 2-ден 3-ке 1-ді қосам 2-ден 5. Значит, міне a-ның орнында бізде 5 тұр. A тең 5-ке. Болды. Сонда бізге білу керек бүтін көрсеткішті дәреженің қасиеттерін. Келесі есепте. Y тең болады x минус 6 көбейтілген x минус 12 деген теңдеу беріліп тұр. Бізге табу керек параболаның төбесінің координаталары. Осындағы x координатасын табу керек, та? Значит, мына жақшаны ашатын болсақ, x квадрат плюс 12x минус 6x плюс 6x минус 6 плюс 12 минус 72 деген шығайын деп тұр, да? Демек, ол бізде нені береді? X плюс 3-тің квадраты уже минус 3-ке тең екені көрініп қалды, ja? Бізде x плюс 3-тің квадраты плюс 9 азайтам. Нешеден 9-ды азайтсам 72 болады. 81, да? 81-ден 9-ды азайтсам 72 болады ғой, ja? Демек, міне x координатасы минус 3-ке тең болып тұр. Минус 3. Парабол төбесі минус 3-те минус 81 деген сөз, минус 3-те минус 81 деген сөз.
Значит, x координатасы минус 3-ке тең деген сөз. Себебі бізде параболаның теңдеуін жазған кезде бізде a көбейтілген x минус m-нің квадраты плюс n ғой. Сонда міне m деген минус 3-ке тең болып тұр. Так, 14-ші есепте, 16-ші есепте 3x плюс 4 берілген үш мүшенің көбейткіштері болса, аның мәнін табу керек, иә? Ол бізде манағы екінші сабақта болды да. 3x плюс 4 болса, значит, безу теоремасын қолданамыз, иә? 3x плюс 4 0-ге тең десек, x-іміз минус 3-тен 4-ке тең, иә? Сонда x-ның орнына минус 3-тен 4-ті қоям, берілген өрнекті мәнін 0-ге тең болу керек. Яғни, түбір деген сөз берілген өрнекті 0-ге айналдыратын мәнді. Демек, қоямыз 12 көбейтем минус 3-тен 4-тің квадраты көбейту, қосылған минус 3-тен 4 көбейтілген a минус 20 тең 0-ге. Ашамыз, ықшамдаймыз. 9-дан 16 көбейтеміз 12-ке, азайтамыз 3-тен 4 a минус 20 тең 0-ге. Так, 12 мен 9-ды қысқартсам 3-тен 4 болады. Сонда 3-тен ортақ бөлім 3-тен келтіреміз. 64-тен азайтам 60-ды. 4 қалады ғой, 3-тен 4 минус 3-тен 4 a тең 0-ге. Болды, a тең 1-ге деген сөз. Так, 17-ші есепте. A, V, сандары 0-ге тең емес, A-ды V-ға тең, A көбейтілген S 18-ге тең, V көбейтілген D 50-ге тең болса, бізге X көбейтілген Y-тің алдындағы коэффициент табу керек. Демек, жақшаны ашамыз. A көбейтілген X көбейтілген S көбейтілген X плюс минус AX көбейтілген DY плюс BY көбейтілген CX минус BY көбейтілген DY. Осыдан бізде XY-тің алдында коэффициент қой. XY қайдан шығады? XY мына жерде бар, XY мында бар. Значит, бірінші 10 санды жазсам, XY-ті шығарып жібердім деп есептесем, B көбейтілген S қалады, минус A көбейтілген D қалады. Жақшаның ішінде сыртында XY бар. Яғни мұнда XY шығарып жібердік, мынадан XY шығарып жібердік. Плюсті бірінші жазып тұрмыз. B минус A-ды көбейтілген XY қалды. Мұндан былай жасап қойын. Так, B минус A-ды теңдеуді алып тастайын. Теңдеу жалғасып кеткен сияқты болып кетті. Біз тек қана XY-ті алып тұрмыз, себебі бізге XY-тің алдында коэффициент керегі. Басқа керек емес. Так, B минус A-ды. Міне, V мен A-ды тең деп тұр. Значит, V мен A-ды тең болса, онда мүддедегі өрнекті мәні 0-ге тең болып кетеді. Значит, бізде XY-тің алдындағы коэффициент 0-ге тең деген сөз. Болды. Жауабы XY-тің алдындағы коэффициент 0-ге тең деп жазамыз. Бізде 0 көбейтілген X, Y деген қалды. Так. Сабақ осындай. Мен тек кейбір есептерін іріктеп алдым. PDF форматты өздеріңізге скачать етіп қарап көріңіздер. Если тағы да осы есептерге қатысты шығара алмаған есептеріңіз болса, комментарийға жазыңыздар. Видео түсіруге тырысамын. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.